Бүгінгі сабағымызда бейнелер арқылы видео жасау, яғни Flow Video 3 бағдарламасын көрсететін боламын. Ол үшін кез келген браузерді ашып, Flow Video 3 деп жазсаңыздар, сосын найти-ді бассаңыздар, сіздерге қажетті программалардың бірнеше түрін ұсынады. Соның ішінде Loves Google дегенге кіреміз. Бізге Flow бағдарламасының терезесі ашылады. Сол жерден мына астыңғы жағында создавайте с помощью Flow деген бар, соны басамыз. Сол кезде осы жерде жаңадан проект жасау командасы ашылады. Новый проект басамыз, создать проект деп. Бізге аккаунт сұрайды. Әркім өзінің аккаунтымен кіріп кетеді. Менің аккаунтым бұрын кірілген болғандықтан өзі кіріп кетті автоматты түрде. Енді бізде проектті жасау үшін промпт жазып алуымыз керек. Яғни мынараға біздер видео немесе суреттен жаңа проект жасауымызға болады. Ол үшін мына жерге промпт әкеліп қоюымыз керек. Ол промптты біздер чат GPT арқылы жазуға болады. Чат GPT мен менің алдында дайындап қойған промпт өзі жазулы тұр. Промпт для Bio 3 для детей 2-3 жасар деп жазып қойдым. Соған өзі промпт құрастырып берді. Осыны мен копировать етіп әкелемін да, жаңағы Flow мына жерге қой деп тұр ғой, промпт қой деп тұр ғой, осы араға әкелемін да промптты вставить етем. Сосын мынарада жазылып тұр, бір және горизонтально, вертикально дегендерді осы арадан шығарып ала бересіздер. Сосын мына жерде стрелка тұр, соны басамыз. Сол кезде мынаяқта видеомызды жасай бастайды. Яғни мына жер 100%-ға толғанша күтеміз. 100%-ға толған кезде біздің видеомыз дайын болады. Соны қазір көрсетеміз. Бұл бағдарламада Google аккаунтпен кірген кезде сіздерге мынарада бонус береді. 100 бонус береді. Сол 100 бонусыңызға бірнеше видеоларды жасауға болады. Яғни 100 бонусыңыз біткенше жасай аласыз. Яғни сіздердің бір видеоңыз 20 бонусқа дейін кетеді. Ұзақтығына байланысты. Бізде шығарып берді, қазір көрейік. Сәлем достар, бүгін біз бірге ойнаймыз. Кәне, күлейік. Жақсы күн болсын. Сәлем. Міне бізге видео жасап берді. Бұны мынарада скачат белгісі тұр, сол арқылы басып жүктеп алуымызға болады.